Көктем әнін әдемі қылып шырқаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Әбілдина. Рахмет. Қайырлы таң болсын. Қайырлы таң. Ортаға. Қалыңыз қалай? Әдемі көктем болып тұрасыз. Я, енді көктем деп шырқағаннан кейін өзімізше гүлді көйлектерімізді киіп, көктем көңілмен келіп қалдық. Иә. Осы жерге отырайын ба? Осы жерге отыра қалыңыз. Дәстүр бойынша көктемнің алғашқы күні, алғыс айту күні, ұлттық арнада Таңшолпан бағдарламасында ең бірінші біздің қонағымыз ол кім? Әрине Қарақат Әбілдина. Көктем десе, шын мәнісінде Қыдырәлі ағамыз өзі Қақат деп еркелетеді. Өзім де бір Қарақат дегеннен гөрі Қақат деп айтқым келеді, еркелетіп. Сондықтан көргеніме қуаныштымын. Көктемнің алғашқы күні құтты болсын. Бүгінгі алғыс айту күні құтты болсын. Қалай көңіл күйіңіз? Көңіл күй керемет. Бүгінгі күн ерекше күн. Жаңа осы бағдарламаға келе жатқан кезде ойлаппын. 9 жыл болыпты ғой, алғыс айту мерекесін қазақ елінің тойлап жатқанына. Соның мынау шатаспасам 5-ші жыл қатарынан 1-ші наурыз күні ұлттық арнадағы Таңшолпан бағдарламасымен таңым атып жүр екен. Сол үшін де Аллаға шүкіршілік еттім. Сіздер барлық қазақ елін әдемі көңіл күймен тамаша оятып, қызмет етіп жүрген барша осы телевизия саласындағы ұлттық арнаның қызметкерлеріне мың алғыс. Жалпы бүгін ерекше күн. Жылдың басы, қыстың аяқталуы, көктемнің келуі. Әрине көңіл күй тамаша болады. Оның үстіне шүкір, бүгін сіз елде екенсіз, қалада екенсіз. Өйткені мынау гастрольдік сапарлар дейді, басқа да тірліктер дейді. Бүгін наурыздың бірінде біздің Қақатымыз қалада болғаны қандай бір қуанышты. Рахмет. Көктем әні туралы бір айтып өтсек, көктем әні сіздің жаңағы жаңа әніңіз. Негізі бұл әннің шыққанына 3 жылдай уақыт болды, бірақ жаңа әндердің қатарында көп көрермен, тыңдармандарымыз әлі естіп үлгермегенде болар. Енді мынау инста парақшамызда бөлсеміз ғой, қандай да бір жаңа ән болсын, жаңа туындыларымызбен, сол жерде былтырғы түсірілімдерде де 1-2 рет көрсеткен болатымын десе де, осындай бір бүгінгі күнге бір әдемі, лайықты деп есептедім енді. Себебі таң атқалы менің WhatsApp-ма ағайын туыс, бауыр, дос жарандар барлық жерден, чаттардан құттықтау өзімнің алғыс әнімен келіп жатыр. Ол бір енді қалыпты жағдай болған, челлендждер жасалып жатыр. Ал енді осы жолы Таңшолпанға өзімше бір жаңа әнмен, жаңалықпен келуге тырысамыз ғой. Сөйтіп көктемнің алғашқы күнінде көктем әнін айтып, көңілдеріңізді бір көтеріп қояйын деген ниетпен Жарасқан Төлебайдың әні көктем қабыл алыңыздар. Енді алғыс айту күні деп жатырмыз. Өзіңіз ұйқыдан оянған кезде бүгін кімге алғыс айттыңыз? Әрине, алғыс әнінде керемет жеткізген ғой. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әр ақ таңда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Демек, жаратқан Аллаға оятқаны үшін осы берген нығметі, өмірі, мына мен көріп жатқан барлық өмірдің кереметі, рахаты, ғажабы бәрі жаратқан Алланың маңдайыма, тағдырыма осылай бұйырған үлкен нығметі, бағы. Сондықтан жаратқан Аллаға. Екіншіден, әрине, алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне демекші. Барлығына менің өстіп жарқырап, жайнап, тыныстап, өмір сүруіме маған көмектесіп жүрген, қасымда жүрген барша жақсы адамдарға алғысымды білдіремін. Осы ұлттық арнағынан жаңадай тікелей эфирді пайдалана отырып, сіз өзіңіздің алғысыңызды білдіріп жатырсыз ғой. Ерекше керемет сезім, Қарақат ханымның да жаңағы энергетикасы дейді ғой, жалпы үнемі позитивте жүресіз, үнемі күліп жүресіз. Жалпы сахнада
біз өнер адамдарын былай әннен, қойылып жатқан бір қойылымнан қарап баға береміз де, ал үйде Қақат әпкеміз қандай ана екен, қандай әйел, қандай жар деген бір өзім бір әйел ретінде, ана ретінде осындай бір сұрақ келіп тұрды. Соны айтып өтсеңіз. Оның шет жағасын өзің де білесің. Жалпы кәдімгі қазақ аналарына тән өзімнің ұстанымым бар. Көп балалы енді отбасында өте көңілді, бір-біріне қарайласады. Өзім де үйдің 15-шісімін. Көп балалы отбасында өсіп тәрбиеленген адаммын. Сондықтан да бәрін бір жаратқан Аллаға табыстайсың. Мынау енді отбасындағы жылулық, мейірім, ұйытқысы әйел деп жатады. Ол пікірмен толықтай келісемін. Менің ұлдарым айтады ғой, сіз үйде болмасаңыз, мына үй сондай суық және қараңғы дейді. Сіз кіріп келген кезде күн шығады, кәдімгідей өмір пайда болады дейді. Яғни әйел бақытты болса, әлем бақытты. Ол солай, иә. Және де әр адамның, жаңа өзіңіз айтпақшы, табиғаты болады. Жаратылыс болмысына тән мінезі болады. Енді менің мінезім өте ашықпын негізі. Эмоцияға бай. Позитивте жүруге тырысамын. Оны мен әдейі жасамаймын. Мен өзімнің жаратылысым, өзі анамнан дарыған сондай бір қасиет, сондай бір өзімнің мінезім болар. Мен көңілді жүруді ұнатамын. Қыдекең бізде керісінше түрі де суықтау, көп сөйлемейді, бәрін қас-қабақпен ұғындырады. Істің адамы. Ер азаматқа тән ол кісінің өзінің болмысы бар. Енді Алла тағала қандай ұлық, қандай шебер, екі адамды қосады да, таразының екі жағын теңестіріп қояды. Бірін күн қылып, бірін ай қылып, сөйтеміздағына бір әдемі гармония болады. Және де әйел, ана үнемі біздің шаршағанымыз, біздің өкпелі болып, ашуланып, өмірге бір көңіліміз толмай өмір сүруімізден біз ешқандай пайда таппаймыз. Отбасы одан кәдімгі үлкен, былайша айтқанда, құлдырау болады. Егер сіз өз балаларыңыздың жақсы тәрбие алғанын қаласаңыз, сіз өзіңіздің көз қарасыңызды, қарым-қатынасыңызды балаларға деген ауа райын үйдегі әйел әдемі болуына, шуақты болуына, көңілді болуына көбіне еңбектенетін, соған кәдімгідей жүгартылатын, жауапкершілік алатын ана болғандықтан, қолымнан келгенше мейіріммен, дос болып, сырласып, айналайын деп, ұрысып жекіп емес, осындай бір нотада сөйлескенді дұрыс деп ойлаймын, және оның нәтижесі де жақсы. Ал енді жаңа ғана мен эфирде әріптестерінен сұрап жатырмын да, ең алғыс күні болғаннан кейін кімге алғыс айтар едің десе, әлбетте анама дейді. Анаңа, иә. Иә, ал сізде анаңыз арты иманды болсын. Ал енді қазір қоңырау шалған кезде ең алғаш болып, кімге шалар едіңіз? Кімге хат жазар едіңіз? Кімге алғысыңызды білдірер едіңіз? Әрине, анамның орнын ешкім толтыра алмайды, десе де, бауырларым деген чат бар. Екі жақта да, Қыдекеңнің бауырлары да бауырларым, өзімнің де бауырларым, бауырларым. Сондықтан сол бауырларым чатынан басталады бізде. Кез келген жаңалық, құттықтау, жақсы бір сөздер, содан кейін барып міндетті түрде достар. Қазір чат деген жақсы болды ғой, бір адамға жеке емес, кәдімгідей бір айтқан құттықтауың, сөзің, ниетің бірден бірнеше адамға. Сол сияқты балаларымның сыныптас ата-аналар чаты бар. Көп қой енді менде чат. Бір өзімде бір 15 чат бар шығар. Соның барлығы менің өмірімде маған жақын болып жүрген жақсы адамдар. Сондықтан да бірінен бірін бөліп жармай, барлығына жақсы сөзімді арнауға тырысамын. Осы ретте енді бір актрисаның сөзі есіме келіп отыр. Қателеспесем, Бекен апайымыз Бекен осы менің бірнешінші жылғы көктемім деп басталатын бір әдемі сөзі бар. Сол секілді, бұл сіздің нешінші көктеміңіз? Және осы көктемнен не күтесіз? Ой, менің бұл 46-шы көктемім.
бұйырса, сәуірдің 6-сы. Иә, көктемде сіздің туған күніңіз. Біреу айтады, менің жасымды айтпай қояйыншы деп, неге айтпасқа? Қыздың жасы 18 деп, иә. Ауыз толтырып тұрып, Аллаға шүкір деп айту керек. Сондықтан да шүкір Аллаға, бұл менің көктемім, көктем, жалпы керемет мезгіл, барша тіршіліктің оянған, біздің жыл басымыз осы көктемнен басталады ғой, өмір, тыныс тіршілік, бір жаңадан бір өмір басталатындай, барлығын бір жаңартқын келіп тұрады, тазартқын келіп тұрады, басынан бастағын келіп тұрады. Бұрынғы жіберген қателіктер, жаңағы ескі жылға естеліктер қалдырып, жаңа жылда жатыр әлем жаңғырып, қара жердің қалың тоңы сәл жібіп, қалың тоңын шешті адамдар сән қуып, көктем демекші. Біз енді әншілер әніміз арқылы айтқымыз келетін ойымызды барлығын әніміз арқылы жеткіземіз. Сол демекші, қалың тоңыңды шешіп, бір әдемі қалың киімдерді салып, барлығын салып, әдемі гүлді көйлектерді шығарып, осының барлығы көңіл күй, осының барлығы өзіңді бір жақсы көңіл күйге домбыраның құлағын келтіргендей қылып, үнемі адам өзінің өмірін бетіп баланста ұстап, өзін жақсылыққа қарай бұрып, жаманнан жиреніп, жақсыдан үйреніп, тынбай, талмай, жаңа білім, жаңа ғылым, жаңалықтарға жаны құштар болып, үйренуден шаршамай, өсе беру керек қой, дами беру керек. Өнер мен білім, ғылымның еш уақытта кештігі жоқ. Кейбір жандар өзінің алғашқы жаңағы өмірін жоспарлап отырады. Барлығын жазып отырады. Барлығын, мысалы, наурызда менде мынада дүниелер болу керек. Осы дүниелерді іске асыруым керек дегендей. Сіз де сол жағынан келген кезде жоспарлап отырасыз ба? Көп естимін. Бірақ өзім солай жасаймын деп өтірік айтпай қояйын. Бірақ сол ойлар Құдай қаласа, осы алдағы жылда мен осы мақсатқа жетуім керек деген нәрсені негізі жазған дұрыс дейді. Бірақ ол менің санамда, ішкі өзімнің әлемімде, менің ішкі жоспарымда болады да, соған жайлап, сосын қол жеткізгенше тыным таппай, талмай, тынбай еңбек етеміз. Бірақ жазғанға жазу деген нәрсені қолға алу керек. Мен жалпы студент кезімде күнделік жазатынмын. Әлі күнге шейін сақталған. Сол кезде мен үшін қыз баланың жаңағыдай сәтті тұрмысқа шығуы, жақсы жан жарының болуы, балаша 3 балам болса деп армандайтын көрінемін мен. 20-25 жыл бұрын сонда студент кезіңізде. Біздің Қызекеңмен қосылған отау құрғанымызға 25 жыл болады биыл. Ал енді мен тіпті 18, жаңа 17 жасымда, 16 жасымда жаңағыдай Алладан сұрап, тілек тілеп, жазатын едіңіз. Күнделік, әрбір концертке қатысып келген сәтім, көңілді, мұңды, әртүрлі сәттерімді жаза беретін көрінемін. Ол кезде Инстаграм жоқ. Тек қана ауылда, жырақта оқыдым, Алматыда оққандықтан, ауылға хат жазамыз ғой. Әбден мақыштанғамыз. Сөйтіп жаңағыдай өткенде бір күнделігімді қарап отырсам, менің 3 балам болса, мен өте бір жақсы жігітке тұрмысқа шықсам, бір бақытты жанұя болсам, деген бір тілек армандарымды жазып. Сосын тағы бір немде, мен 45 жаста өзімнің сахнада бүйтіп ән айтып жүргенімді елестете алмаймын. Мен үшін 45 деген жас бір үлкен тәтелердің жасы сияқты. Кәдімгідей солай көрінген болса керек. Қазір сол ойым үшін ұялып жүрмін енді. Демек, айтқым келетіні, адам сахнадан әдемі кетуді ол үлкен өнер. Бұлай бәленбай үлкен жасқа келіп, сахнада жүру дегенде кішкене енді қалай болады екен. Сондықтан да әр адамның өзінің ой пікірі бар, өзінің былайша айтқанда аяқ алысы болады. Сондықтан да уақыт көрсетеді. Құрметті қазіргі сізді көріп отырған, сізге еліктейтін, қазір студент қыздарды көріп отырған шығар. Яғни жақсыға ниетті болу керек. Адам сұрау керек дейсіз ғой. Енді бүгін көктемнің алғашқы күні, алғыс айту күні деп жатырмыз. Тіпті елімізде сағат та ауысып жатыр. Бәрібір керемет, жаңаша болып жатыр да. Осы ретте алғыс күні болғаннан кейін алғыс әнін айтқызбау мүмкін емес секілді. Сондықтан бірге айтайық? Бірге айтайық. Қонақ кәде болсын. Экранның әр жағында отырған барша көрермендермен бірге шырқайық. Қосылып айтайық. Бұл әнді енді білесіздер деп ойлаймын. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әр атқанда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға.
қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тәубаңа түс, жарықты сыйғып беріп, сана беріп, жасаған жоқтан барғы балла қалғыз. Алғыз анаға, алғыз әкеге, алғыз жас пен кәріге, алғыз бауырға, алғыз ауылға, алғыз елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерің, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Алғыс айт дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңді білмес едің. Жақсы сөз жанымызды жыбытар тек, жаманның жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Ай, бәрекелді. Мың алғыс елдің бәріне. Көп рахмет. Тамаша, көп рахмет. Сізге алғысымыз шексіз. Тек қана шығармашылық адамға не тілейді? Шығармашылық табыс тілейді. Рахмет. Қанатыңыз талмасын, балапандарыңыз аман болсын. Биыл Бекболаттың тойы болсын. Сізге тілегіміз болсын. Мені әже қылуға асықтырып атсыңдар ғой. Иә, бұйырса, ол да болсын, ол да болсын. Той бола берсін. Не болса да жақсылық болсын. Көп рахмет.